Айдана өзінің шынайы бет бейнесін көрсетті. Бір басына екі жігітті пайдаланды. Экс жігіті Аян қатысушы болып келгеннен соң ойы бұзылды. Өзінің үміткері бола тұра Аянмен эфир барысында эфирден тыс сылқымдық жасап, бұрыш-бұрышта өзінің түлкі мінезімен Аянды өзіне қайтадан қаратты. Бірақ қатысушылар және оқырмандары бұл жасап жатқан ісінің дұрыс еместігін айтты. Өйткені өзінің үміткері бола тұрып, үміткерін қаншама алтын уақытын ала тұра осындай жасағаны үшін Айдананы кешірмейміз деп жатыр. Сенің жасап жатқан дүниең өте ұят. Осы сен сияқты қыздар барлық қыздың атына кір келтіреді деп бүгін Шерхан қатты айтты. Сен Аянды шын жақсы көретінің рас болса, үміткеріңнің басын қатырмай басында қайтаруың керек еді. Аянды қызғандыру үшін үміткеріңді пайдаландың. Қалайсыңдар? В общем, достар, біз Россияның тағы бір қаласына шығып бара жатырмыз. Жұмыспен. Міне. Нижний Камск деген жаққа шығып бара жатырмыз. Нижний Камскта кім бар десек. Осылай. Бұйырса, бір-екі күнде қайтып Москваға келеміз. Сол. Мальдиваға келгісі келетін оқырмандарым өте көп екен. Мен ана стористі түсірмесем болмады. Әрине, біраз адам жаңадан келеді, бірінші рет келеді, кейбіреуі мысалы екінші рет мемлекетке шығып тұр жалпы. Сондықтан да сенімді компания іздесеңіздер, Фаятулға хабарлассаңыздар, сіздерге тиімді бағада қалталарыңыз көтерерліктей тур тауып береді. Әрине, Мальдиваға екінің біріне кеңес берем. Бұл жердегі парочкамен келсеңіздер болады, семьяларыңызбен келсеңіз болады. Жалпы күшті демалыс орны маған қатты ұнады. Күшті мемлекет маған қатты ұнады. Фаятулмен бірге болыңыздар, саяхаттарыңызда. Алматылықтар қалай болып отыр қыс деген, аяз болып тұрған, аяз айта алмаймын. Қысты неге екенін жек көретін болса, суық деген зат жек көремін да, достар. Білмеймін, еще туған күнім қыста қойшы. Қыс су болғанда суықты әше жек көремін, достар. Білмеймін неге жек көретін нәрсе болсын. Қыс кемесінші дейсің да, бірақ жазда қыста армандайсың да. В общем, сол жұмыстан шығып үйге қайтып барады. Мен студиядағы съемкаға қатысып келдім. Мынадай көйлек болды. Жаңа жылдық. Осылай шубамен сыртта фотосессия жасау керек еді, оған түк уақыт жоқ қазір. Мені үй жақта көрсеңіздер, явно там капуста болып тұрмын. Короче, жаңа біз бір жерге барып келдік. И курткамен енді колготки ішімде жылы соның өзінде қатып қалдым. Нереально аяз болып тұр ғой. Қазір, короче, менде мынаның ішінде тағы бір шалбар бар. И колготки, жылы колготки, носки. Мынаның ішінде, короче, пальто. Пальтоның ішінде кәдімгі қыстық. Мындай куртка ма, мен ұмытып қалдым. Дубленка. И оның ішінен жылы джемпер. Джемпердің ішіне майка, короче, басыма шапка. Өсіп шыққан соң, это магазинға мен шығып тұрмын. Магазин тура біздің үйдің жанында. И осыған солай жылы күн шыққан соң. Нереально суық. Мен бүгін күні бойы үйде болғам негізі. Үй ысып кеткен. Ойламайын ба, мына ауа жүзді қайтам. Не стоит, достар, үйден шықпаңыздар. Сол бірақта менің оқырмандарым, алтын адамдар, өзім сияқты ажырасқан адамдар көп, жалғызбасты аналар көп. Сендердің қолдауларыңмен Алла разы болсын сендерге. Алтын уақыттарыңды бөліп, қанша тілектеріңді айтып жатырсыңдар, советтеріңді айтып жатырсыңдар, психолог, нумеролог дегендерге жіберіп жатырсыңдар. Но бірақ та енді видите, оған психолог, нумеролог тағы деген жерге емші көріп келдігінге тас етмеймін. Мен, во-первых, адам жоқ, мен машинаға көлік айдау білмеймін. Өзімде депрессияда жүрген адам көп, мен шыға бермеймін, тіпті үйден де. Қазір шүкір Аллаға емделіп келе жатырмын, но бірақ та гадалка-мадалкаларға барып жатырған жоқпын. Осы сүренің арқасымен емделіп жатырмын. Өзім мамам кішігірім намаз оқиды, пятикратный болмаса да, енді мамадан артық тілекші жоқ. Қазір менің мамам емдеп келе жатыр. Аллаға шүкір, Алланың құдіреті шексіз. Сүремен жақсы болдым деп айтуыма болады. Так что сүре оқыңдар, жаман болмайсыңдар. Осы 3 апта қиналған кезде любой затқа жылай беретінмін. Даже Новый годтың бір гирляндасын шығарғанның өзінде для чего я живу одна, тағы да бірдеңке деп, бір өмірге қатты жаман көзқараспен қарайтын. Для чего же, кому я нужна деген сияқты ше. Өмірдің бәрі маған қарсы сияқты.
ана ойын деген білмеймін мен шайтан айналдырады ғой 24 сағат без перерыва работают они. Видите, оларға да сол керек болып тұр ғой давай деп. Мына 96 фигурам бар. Мына әдемілік сұлулығым бар, боямасам да шүкір Аллаға. Өмірімнің бәрі алда. Жақындарым шүкір Аллаға аман. Айтады ғой, Алладан артық ешкімді жақсы көрмеу керек деп, және де сен неден қорқасың, Алла сонымен сынайды. Шынымен де екен, әбден көзім жетті. Мысалы мен деген биыл 2 қабат болдым, февраль айында, 3 айында түсіріп алдым, я. И ана 2 баланы түсіріп алмайын деп қатты қорқтым, прям так жылала, прям так боялась потерять. Вот именно сол мен сыналдым. Я боялась одиночества, вот қазір деген байыммен ажырасып, мысалы жалғыз, одинокая женщина, да, разведенка. Ну ничего, депрессияға түстім, іштім тіпті. Я боялась иногда стать алкоголичкой, вот даже алкоголичка болып, даже тіпті себіріп кетіп, қайтадан шүкір Аллаға қазір капсулашып арықтап, қазір өзіме келіп. Әйтеуір неден өмірде қорқасың, сонымен сыналады екенсің. Қазір деген сүремен оқытылып, қазір деген емделіп, қазір жақсы болдым, өмір жалғасуда. Мынандай әп-әдемі қыз өмірімнің бәрі әлі алда, аяқ қолым сау. Неге мен өліп кету керек екенмін? Жизнь продолжается. И және де скоро Новый год, қыздар. WhatsApp-қа жазыңдаршы. И және де солайша мен деген 3 аптаға жоғалып кеткенім осы себептен өмірім жаңағындай. Айтып отырмын ғой, шайтан деген работает 24 часа в сутки деп. Мына сүремен әйтеуір өзімізге келдік, шүкір Аллаға. И сол үшін де мен деген инстадан да, ватсаптан да, тіпті көп адамдар мен клиенттерім көп қой, капсула алатын, мен бірге арықтайтын. Мен білем, сендер мен іздегендеріңді капсула алайық, скоро Новый год деп, но бірақ там мне было тогда не до этого, из-за этого мен капсулдың да рекламасын салмадым, капсулды сатпай кеттім. Бір кезде амтек кетпесінші деп, мен өз-өзіме күресіп келатып, сендермен бірге спокойно капсула сатып отыра алмаймын, да, понимаете? Сондықтан қыздар, бүгін уже, мен байқасаңыздар, кешеден бастап мен WhatsApp-тарға кіріп жатырмын, я, бүгіннен бастап қайтадан Instagram-ға рекламаны салам. Енді сауда жасап жалғастыруға болады, өйткені себебі мен өзіме келдім, уже адекватный, нормальный. Так что бірге арықтайық, тағы да одан да артық жақсы жаңалығым бар сіздерге айтайын ба, сіздер күтіп жүрген зат. Уайымдамаңдар, қатты интриговать етіп бүйтіп айтпаймын, қазір деген беті қолымда жұп, бір кішкене шайымды ішіп тұрып, обязательно айтатын боламын, қыздар. Сендер оны кәдімгідей қатты күтіп жүрсіңдер, прям. Когда бы не подумала, что Новый год я буду осындай соской встречать. Қыздар беті қолымда жұп, шайымды ішіп, WhatsApp-қа кіретін болам, жақсы жаңалығым өте көп сендерге. Ну ничего. Өмір жалғасуда.